Ассаламу алейкум достар. Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бала Ями бүгінде сізді таңғалдырмақ. Бүгінгі ұстаған оразаларыңыз, ауызашарда тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Біз бүгін осындай ішінде сюрпризі бар, өте керемет әрі жеңіл котлеттер дайындадық. Котлетпен қосып жеуге, яғни гарнирге құйрық майға қуырылған картошка болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, екіге жарған кезде ортасындағы сыр езіліп, үзіліп ағып тұр. Өте сочный болды, керемет. Ұлым тіптен картошканың піскеніне дейін шыдай алмай 3 штуын жеп алған болатын. Қанекей достар, менің рецептіммен бірге дайындап көрейік. Ең алдымен брокколиді қайнап тұрған ыстық суға тұз сеуіп 5-6 минутқа пісіріп аламыз. Сіздерге бір лайфхак айта өтейін. Брокколидің өзінің жап-жасыл түсін сақтау үшін пісіп болғаннан кейін салқын сумен жуып жіберсеңіздер болады. Одан кейін фаршты шұңқыл ыдысқа салып, оның үстінен тұзын, бұрышын, яғни өзіңіз қалаған дәмдеуіштерді салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үкіштің кішкентай көзінен сәбізді өткізіп алып, фарштың үстінен саламыз. Дәл сәбізді өткізгендей етіп, картопты да үкіштің кішкентай көзінен өткізіп алыңыз. Үкіштен өткізілген картофымызды массаның үстінен саламыз. Піскен брокколиді пышақтың көмегімен ұсақтап турасаңыз болады, немесе шанышқының көмегімен жаншып ессеңіз де болады. Ұсақтап туралған брокколиді және де бір дана жұмыртқаны ыдысымызға салып, жақсылап араластырамыз. Достар, бұл котлеттерді балаларыңызға 8 айдан бастап ұсынуға болады. Бір ескерте кететін жағдай, балалар 1 жасқа толмастан бұрын тұз, бұрыш, әртүрлі дәмдеуіштерді тағамдарына қоспаған абзал. Мен ұлыма 8 айдан бастап ұсындым. Ешқандай дәмдеуіштерсіз де балама қатты ұнайтын, рахаттанып, қайта-қайта сұрап жеп алатын. Достар, тағы бір ескере кететін жағдай, бұл котлетті негізінде ешқандай ұн қоспай жасауға болады. Мен фарштың көкөністерінің көлемін әдеттегіден азырақ қылып алдым. Көрдіңіздер, тек қана 9 дана шықты. Сол себептен бір ас қасық жасыл гречка ұнын қосып, оны жақсылап араластырып пісіріп алдым. Егер де мен описанияға жазып өтетін болам, 300-250 граммда фаршты алып, толық үлкен қалыптында көкөністерді қолдансаңыздар, ешқандай ұнсыздар жасауға болады. Бұл котлетті біздер котлет сюрпризім деп атап кеттік, яғни ішіне ұлымның қатты ұнататын сырын қосып жасаймыз. Сіздерде осылай котлетке ортасына
сыр қосатын болсаңыздар, кубиктап турап алыңыздар. Бұл котлеттер негізі 40-45 минутта дайын болады. Егерде сіздер сол минуттардан асырмай өзіңіздің газыңызға ориентир жасап, уақытылы пісіріп алған болсаңыз, ол кезде бұл котлеттер сыртына еріп шықпайтын болады. Менде ұлымның қалауы бойынша котлеттердің бетіне сырды шығарып қою керек болды. Сол себептен мен градусын сәл жоғарырақ көтеріп, өзінің әдеттегі пісіріп жүрген уақытынан сәл кешірек алдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, қолдарыңызға етті алып, ортасына бір кубик сырды салып, осылай етіп жасап шығамыз. Негізінде котлет жасаған кезде қолды дымқылдап сулап алу қажет болады, ал бұл котлетті жасағанда мүлдем ештеңе де қажет емес. Құрғақ қолыңызбен алып та жасай бере аласыз. Қолыңызға ештеңе жабыспайды, әрі тез жасалынады. Достар, бұл котлеттерді мен секілді пергамент қағаздың үстіне қойып, пеште пісіріп алсаңыздар да болады, немесе пештен бөлек туш етіп, подлива қосып, табада да пісіруге болады. Достар, егерде котлеттерді молынан дайындаған болсаңыз, бір бөлігін мұздатқышқа сақтап қоюға болады. Яғни уақыт тығыз болған кезде дайындай салу үшін. Котлеттерді қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіреміз. Өз пешіңізге ориентир жасауды ұмытпаңыз. Және де достар, бұл котлеттерді сіз де дайындап, пікіріңізбен бөлісе кетіңіз. Дайындаған котлеттеріңізді жылы күйінде ұсыныңыз, балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Бұл өте керемет котлеттердің қасына гарнир ретінде картопты құйрыққа қуырып пісірдім. Яғни алдымен картопты жуып тазалап алып, осындай арнайы ирек пышақпен турап алдым. Бұлай ирек пышақпен туралған өзіме де ұлыма да қатты ұнайды. Мен бір айта кететін жайт, мен үнемі картопты құйрық майға ғана қуырып пісіремін. Сол кезде өте керемет, сочный болып, әрі майлы болып, картопымыз құрғақ болмай, керемет болып шығады. Ойбай деп құйрық май деген атауды естігенде кейбір адамдар шошуы мүмкін, немесе кейбір адамдарға осы құйрық майдың дәмі, тіптен түрі де ұнамай қалуы мүмкін. Сол себептен сіздерге лайфхак, құйрық майды осылай қатып тұрған күйінде үкіштің кішкентай көзінен өткізіп, білдіртпей қызартып қуырып аламыз. Және де оны алып тастаудың ешқандай қажеті де болмайды. Ол өзі білінбей картоптың арасына бірге сіңіп кетеді.
Өзім құйрық майды пісіріп те, қуырып та асап жеп өскен қыз болғандықтан, ұлымды да, отбасымды да осы құйрық майға әбден үйретуге тырысудамын. Және де бұл құйрық майдың пайдасы орасан зор екені баршамызға мәлім. Жеуге де, былайға да пайдалануы өте керемет тағам болып табылады. Көріп тұрғандарыңыздай етіп құйрық майды қуырып алдым да, үстінен картоптарды салып қызарғанша қазанның қақпағын жаппай, үстінен тұз, дәмдеуіштерді қосып, яғни мен үнемі қосатын дәмдеуіш ол паприка қосып қызартып осылай қуырып алдым. Яғни бұл жерде қақпағын жаппай қуырсаңыздар кішкене қытырлап шығады. Сөйтіп 15 минутта картошкамыз дайын болды. Котлеттеріміздің қасына осылай етіп әдемі қылып салып алдым. Осы орайда бір қызықты жайт есіме түсіп отыр. Ешқандай пайдасы жоқ көкөніс осы картоп болып табылады әлем бойынша. Бірақ та бүгінгі біздің ауыз ашарымызда, яғни кешкі асымызда бұл картоп өте пайдалы болып табылды. Яғни біз оны құйрық маймен пісірдік. Өздеріңіз білетіндей, құйрық майдың пайдасы орасан зор. Және де өздеріңіз көріп тұрғандай, оның қасында өте керемет пайдалы котлеттер бар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Бала Ямми.